Махаббат мәңгі ертегі әннің осы ақаңы домбырада қалай шертілуін, сол бір ақаңын домбырада қалай келтіреміз, соны ақырын шертілуін неше рет қайталап көрсетіп берейін. Қазір менің қолымдағы домбыраның екі шегін осы өзімнің даусыма көлеміне лайық келетін дауысқа теңшедім, яғни астыңғы шек, үстіңгі шек. Тағы бір рет. Ал одан кейін осының ендігі басылатын пернелері, негізі мына қолымдағы домбыра 19 пернелі домбыра. 19 пернеде ең соңғы аппақ тұрған пернеде қамтиды. Осы пернелердегі ноталардың пернелерінің саны бойынша айтып отырайын. Ең әуелі бұл әннің негізгі бөлігі сол бірі қайырмасы, бірі сол бір ақаңның басталған жеріндегі ақаңы, сол бір екі ақаңды осы домбырадан келтірсек болды. Сонымен осы екі ақаңды алмастырып айта беруге болады. Ал енді негізгі шертілуі, бұны бір шекпен алып шертсеңіз де, екі шекті бірдей қосып шертсеңіз де болады. Мысалға осы бір шекпен алып шертсеңіз, енді жаңағы бөлігін екі шекпен шертетін болсаңыз, енді өзіңіздің қолайлылығыңызға қарай қайсысы өзіңізге ұнаса сол ақ шертсеңіз де болады. Мысалы екі шек шертетін болсаңыз, бас бармақты қосып алып жүресіз. Ал енді жаңағы басындағы шертіп өткен бөлімін өздеріңізге осында қалай шертілуін бір ақырын шертіп көрсетейін. Негізі мына экран өзіміз жақынырақ ұстап, негізгі мына 3-ші перне, 5-ші перне, 7-ші перне, 8-ші перне, одан кейін және 2-ші перне. Осыдан бір-бірінен алмасып қайталап көп келеді. Яғни мен әзір бір шекпенен негізі оң қолдағы қағыс асты үсті қағыспен негізі көп келеді. Мысалға енді көрейік басынан бастап. 3-ші перне, 5-ші перне, 7-ші перне, 8-ші перне, одан 5-ші перне, 3-ші перне, 5-ші перне, 7-ші перне, одан кейін мына жердегі 3 пен 2, одан кейін 5-ші перне, одан 2-ші перне өтеміз, одан 3-ші пернеге, одан жалғастырамыз, яғни 3, 5, 7. Мынау 8-ші перне, одан кейін 5-ші перне. Мынаның барға жаңағы көк қағысалардың барлығы 5 қағыспен шертіледі, яғни асты, үсті, одан кейін асты, үсті. Одан кейін дан-дара-дара. Яғни жаңағы мына 3-ші перне. Дан-дара. Одан кейін 5-ші перне кіреміз. Одан кейін 5-ші перне бастаймыз. Дан-дара-да, дан-дара-даран. Мынау 5-ші перне, мынау 7-ші перне. Одан 3-ші перне кіреміз. 2-ші перне.
мына жердегі мына дыбыста, яғни енді бастап айтудың алдындағы біраз ескертпе беру. Үшінші перне, бесінші перненің үстің жағы. Үшінші перненің асты, бесінші перненің үсті, екеуін бірдей басып. Одан кейін мына жердегі мына екінші перненің асты менен үшінші перненің үсті. Екеуін алмастырып. Деп барып әнді бастайды. Енді әнді бастаған бөлігін енді тағы бір кескінге алып сөйлейін.